Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы күресті жалғастыруда. 2026 жылдың 5 айында 3000-нан астам есірткіге қатысты құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Оның ішінде шамамен 1,5 мың есірткі қылмысы анықталды. Сонымен қатар 6 ұйымдасқан қылмыстық топтың, оның ішінде 1 трансұлттық топтың қызметі тоқтатылды. Синтетикалық есірткі өндіретін 12 зертхана және 42 фитозертхана жойылды. 12 мыңға жуық заңсыз сайт пен онлайн ресурс бұғаттауға жіберілді. Ұлттық банкпен бірлесіп, есірткі бизнесіне қатысты қаржылық операцияларға тосқауыл қойылуда. Нәтижесінде 107 миллион теңгеден астам күмәнді қаржы аударымы тоқтатылды. 125 мыңға жуық шетелдік төлем картасы бұғатталды. Сондай-ақ 20 мың крипто әмиян тексерілуде. Үлкен қауіптің бірі синтетикалық есірткілер. Заңсыз айналымынан 466 килограмм синтетикалық есірткі және 11 тоннадан астам прекурсор тәркіленді. Алдын алу жұмыстары да жалғасуда. Жыл басынан бері мектептер мен жоғары оқу орындарында 6,5 мыңнан астам есірткіге қарсы іс-шара өткізілді. 8 мыңнан астам ақпараттық материал жарияланды. Халықаралық ынтымақтастық дамып келеді. Қазақстан шетелдік әріптестермен бірлесіп, трансұлттық есірткі қылмысына тосқауыл қоюда. Қоғамдық қауіпсіздікті нығайту, азаматтардың денсаулығын қорғау және жас ұрпақтың болашағын сақтау мақсатында есірткі қылмысына қарсы кешенді жұмыстар жалғасатын болады.